Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз нәзік жандылар, яғни Қазақстандағы қыз-келіншектердің құқығы мен тұрмыстық зорлық-зомбылық жайлы болады. Соңғы кездердегі алаңдатып отқан елді. Әңгімемді бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, және жан-жаққа таратсаңыздар, каналдың дамуына үлкен үлес қосасыздар. Әрі қоңырауды басып жүрсеңіздер, уақытылы біліп отырасыздар шығарылымды. Ал әңгімемді бастайын. Жалпы қазір Қазақстанда көп көзқарасты патриархалы болғанмен, жалпы тарихқа үңілсек, көбіне адамзат тарихында көп уақыт матриархат болып, яғни үнемі аңшының жолы болмаса, үйінде отқан әйел терімшілік және ауыз жан-жақты өсімпен егін екен әйел матриархат жолы биікте тұр. Сондықтан онда ұмытпаған жөн. Әрі бұрынғы ата жұртымызда әйел мен ер тең болды. Соның бір дәлелі сақ патшасы Томирис. Көптеген тарихымызда тұлғалар бар. Оны алысқа кетпей ақ атақты ердің соңы Ересеттің қызы Ботагөзді айта кетуге болады. Батыр болған, әкесі жоқ демей қалмақтарға қарсы әкесінің сауытын киіп алып шапқан. Ол жайлы менің каналымда шығарым бар, қарайтын болсаңыздар толыққан. Және тарихымыздағы Кенесары ханның қарындасы Бопай жайлы талай шайқаста қатысқан, ағасын қолдап айта берсек көп. Әрине соңғы әлеммен мәншөкті айтуға да болады. Сондықтан да қазақ қоғамында бұрындан ер адаммен бірге тең дәрежеде қару ұстаған әйелдер саны көп болды. Яғни әйел адам болашақ ұрпақ, соның баланы тәрбиелейтін, баулайтын және тұрмыста көп уақыт өткізетін осы анасымен. Сондықтан қазақта айтқан тектеден, яғни тәрбиелі қыздан алғысы келген. Сондықтан да соңғы кездерде қоғамымызда зорлық-зомбылық көбейіп кетті. Яғни олардың бір көп себептері тұрмыстық зомбылықтарды әкімшілік жазамен қарайтын болды. Яғни бұрынғыдай қылмыстық солардың бірі де себеп болды. Яғни күйеу мен әйел арасындағы айқай-шуға жергілікті инспекторлардың араласқысы келмегендігі, кейбір кездерде тума-туысқандардың қысым жасап арыздарының қайтып алуы, кейін үлкен зорлық-зомбылықтан әйелдердің өлуі немесе суицидке баруы көптеген жағдайда өлімге әкеліп жатыр. Жалпы статистика бойынша Қазақстанда ортақ есеппен 400-500-ден 1000-ға шаққы дейін әйел осы зорлық-зомбылықтан өледі екен, немесе суицидтен, яғни ұзақ уақыт күйеуінің арасындағы қысым мен таяқ жеп зорлық-зомбылығынан. Бұндай жағдай тууының деген факторлар әсер етеді. Соның бірлері әрине жемқорлық. Ең үлкен көрсеткіш осы біздердің еліміздегі тәртіп сақшылары, яғни полиция арасында ашық айтуға да болады. Жемқорлықтардың нағыз отаны деп. Әрі қазақ қоғамының соның ішіндегі тума-туыстық және таныстар тығыз байланыстығы, әрі көп тәртіп сақшыларының бәрі ер адам деп айтуға болады. Сол көп жағдайларда зорлық-зомбылық жапа шеккен ер-зайыптардың арасына түскісі келмей өзара шешіңдерде көп алдын ала тыймауы және бостандыққа жіберіп қоюы күйеуінің жазасыз. Сондықтан да көп жағдайларда қайтып әйеліне төбелес шығаруы үйіне бар. Осының бәрі көп жағдайларда өлімге алып келіп жатыр. Бұрыннан бұл, бірақ қазіргі интернет желісімен және әлеуметтік желілердің қолжетімді болғандықтан көп қылмыстарды әшкереленіп жатыр. Және волонтерлік қоғамдар бар, әйелдердің құқықтарын қорғайтын, сол арқылы әшкереленіп жатыр. Көп уақыттарда осы уақытқа дейін көп әйелдер өзінің зорлық-зомбылық шеккен жайлы айтқысы келмейді, немесе ағайын туыстың қысымының арқасын үндемей қалған жағдай жайттар көп болды. Бірақ соңғы кездерде ашық айта бастады. Әрі көп бұрынғы буынға қарағанда қазіргі буын, жастар буындардың сауатты да әрі әділдік іздеу тырысып жатыр. Әрі де болса біздің қоғам әлі патриархалды. Сондықтан үкімет басындағылардың өздері де әлі дұрыс заң қолдануға асығар емес. Кей адамдар ақыл айтқанмен өздері де кезіндегі тұрмыстық насилияны бастан кешірген. Қоғамның көзқарасы әлі дұрыс өзгерген жоқ. 2-3 жыл бұрынғы бір айта кететін жайт, Инстаграм желісіндегі бір әйелдің тойда отырып сөз сөйлегені, яғни өз күйеуінен таяқ жемеген әйел емес деп. Яғни бұндай көзқарас ұстаған қоғам әрине дұрыс емес. Әр адамның сол әйел, сол біреудің қызы, біреудің анасы, біреудің қарындасы, яғни ондай көзқарас болған ешкім қаламас еді өзінің қызында өзінің қарындасын біреу ұрған немесе зорлық-зомбылық шеккен. Сондықтан әркім адам зорлық-зомбылық көрсетпестен бұрын ол да біреудің баласы, қарындас екенін ұмытпаған жөн. Жалпы қатты салт-дәстүрмен және патриархалдық қоғам деп өтірік айту қажет емес. Бұрыннан қазақ өзінің қыздарын да қатты сыйлаған, төрге отырғызып жоғарғы, яғни қыз қонақ, бірақ ешқашан олай зорлық-зомбылық көрсетіп қинаған емес. 20-ші ғасырда бұндай жағдайға жетуіміздің жемқорлық пен дұрыс заңның жоқтығы, яғни қанша заң бола берсін, оның жұмыс істемегендіктен көп адамдардың өзінің жазаланбайтынын білгесін ойына келген істеп жүр. Тайранды әділетсіздік жоқ қоғам ерте ме кеш пе үлкен ызамен жарылыс қалып келеді. Сондықтан бәрі де осы тәртіп сақшыларымен, яғни полиция мен сот жүйесінің өзгеруін
күшейтуін талап етеді және қатаң заңдар қабылданған. Бұрынғыдай тек әкімшілік емес, қылмыстық іс қозғалған. Заңгерлер мен көптеген әлеуметтік волонтерлік қоғамдардың статистикасы бойынша әрбір 10 қылмыстың 7-і арсыз және іс қозғалмастан жабылып қалады дейді. Яғни қазіргі 100 адам сотталса, әрі 1000 адам бостандықта жүр деген сөз. Қыз зорлау мен басқа да зорлық-зомбылық көрсеткен. Бұл біздің қоғамымыздың үлкен қайғысы деп айтуға болады. Мыңдаған әйелдер күнде зорлық-зомбылық көреді. Іс қозғалғанның тек қана 100 істің 10-ы ғана жауапты және әділ сот шешім шығады дейді. Көп жағдайларда полицейлердің өздері арыздарын қайтып ал деп қысым жасап, істі толыққанды жүргізгісі келмейтінін білдіреді дейді. Яғни зардап шегуші емес, күдіктінің өзі пара беріп істі тоқтатуға бар күшін салады дейді. Осылайша бұл бағытта жүре берсек, біздің қоғам не болатынын өзіміз айдан анық. Яғни өзіміздің қарындас қыздарымыз зорлап, зорлық-зомбылыққа шексек, ұрпағымыз не болады? Қазақ айтқандай, болашағыңды ойласаң бесігіңді түзе деп. Әрбір отбасы, әр бала-шаға бақытты өмір сүруге лайықты. Әрі сол зорлық-зомбылық көріп өскен балалардың өздері де болашақта жанұялы болады. Оларда соны қайталамасқа кім кепіл береді? Әрі олардың санасында қалады балалық осы травма, психологиялық. Сондықтан үлкен ойланатын, барша ұлттың санасын үгіттеп, ондай зорлық-зомбылық ашық айтатын кез келді деп ойлаймын. Ағайын, өз ойлар, пікірлеріңіз болса, комментарий жазып, лайк басып, каналға жазып кетсеңіздер, әрі жан-жаққа таратсаңыздар, каналдың дамуына үлкен үлес қосасыздар. Қоңырауды басып жіберіңіздер, уақытылы біліп отырасыздар шығарын. Толыққанды тыңдағандарыңызға көп